Ал құрметті Жылой аудандық кәсіпкерлері, Жылой ауданындағы саудамен айналысатын ИПСі бар, ТОО-сы бар азаматтар болса, азаматшалар болса, соларға біздің үндеуіміз, біздің қазіргі таңда манағы Жылой аудандық мемлекеттік кірістер басқармасынан біздерге хабарлама келді. Яғни біз осы уақытқа дейінгі төлеп келген 2% бөлшек сауда бойынша бізде мәселе туындап жатыр. Енді бұл мәселе неге туындап жатыр? Бұл салық басқармасының айтуы бойынша өзінің заңында солай деп тұр да. Енді 2024 жылы біздің тапсырып кеткен, отчет беріп кеткен, есебін беріп кеткен, өзіміздің еркімізбен төлеген салығымызға қоса тағы да салықты қосымша салғысы келіп тұр. Сондықтан қазіргі таңда 85 ИП мен ТО, енді ИПСі бар, ТО-сы бар, 85 адамға хабарлама келді. Әлі де келеді деген хабар айтты жаңа, 150-ден асады дейді. Енді сіздерде жылойлық кәсіпкерлерге біздің үндеуіміз, сіздер өздеріңіздің бухгалтерлеріңізге барып тексертулеріңізді сұраймыз. Және сіздерге сондай хабарлама келген болса, онда сіздерде бізбен бірігіп барлығымыз жаппай өтініш жазуымыз керек, біріккен түрде, топтық түрде. Сондықтан сіздерді соған шақырамын, және өздеріңіздің жеке бухгалтерлеріңізге барып, есепшілеріңізге барып тексертулеріңізді сұраймын. Егер сіздерге сондай хабарлама келген болса, біздің осы Жылой кәсіпкерлері налог деген жаңадан ашылған чатымыз бар, сол жерге қосылуларыңызды сұраймыз.